Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай керемет дүниені көрсеткелі отырмыз сіздерге. Өте тойымды әрі дәмді, дүкендікінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Үй жағдайында жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл салыны күйеуім пісірді, дайындады. Мен яғни видеоға түсіріп сіздерге көрсеткелі отырмын. Сіздер де үй жағдайында жасасаңыздар болады. Қойдың құйрығынан жасалатын салы өте тойымды болып шығады, әрі дәмді. Бұл салыны сіздер нанмен, пиязбен қосып жесеңіздер өте керемет. Егер білмей жатсаңыздар, осы видеоны соңына дейін қарап, бағалап, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Ең алдымен біз осылай құйрықтың барлығын жақсылап турап алып, отта осылай қайнатамыз. Кемінде 30-40 минуттай жақсылап қайнатып аламыз да, піскеннен кейін кішкене суытып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін біз қызыл бұрыш және де шашлычный приправа және де паприка, тұз қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін осылай бөлікке бөлінген құйрықтарымызды жақсылап екі шетіне тегіс жағып шығамыз. Барлығына тегіс жағып шығып, осылай бір шетке қоямыз. Одан кейін оны кішкене 10-15 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз, кішкене сіңгенше. Ал енді бұл салыны біз қайнатпаймыз, одан кейін қуырмаймыз да осылай түтінге ыстайтын боламыз. Мына жерде біз ағаштың түтінін, ағашты жақпай, жай ғана түтінін шығарып, осылай пакетпен жауып, түтінге бұқтырып ыстайтын боламыз. Бұл неғұрлым көбірек ысталатын болса, соғұрлым дәмді болып шығады. Барлығын ыстап болғаннан кейін кемінде біз бір тәулікке барлығын кептіріп аламыз. Салқын жерде кептіріп алғаннан кейін жей берсеңіздер болады. Мінекей достар, қарасаңыздар өте жұмсақ әрі керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдырып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Достар, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге алдағы уақытта көптеген рецепттермен де бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы салыны жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.